Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте тез 20 минутта дайын болатын тарыдан жасалған майсөк жасаймын. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Тарымызды бір ыдысқа салып, ішінде қара майда тастар болса, соны тазалап аламыз да мұздай суға жуамыз. Мен елгезердің көмегімен тарыны ары-бері мұздай су құйып, қолымен тазалап жуып жатырмын. 4-5 мәрет қайталап осылай жуамын. Елгезердің көмегімен елгезердің екі жағын ыстап, тағы да мұздай су құйып, ары-бері шайқап, тағы да 1-2 мәрет жуып аламын. Тарымызды осылай әдемелеп, тазалап жуып аламыз. Тарымызды жуып болғаннан кейін арнайы бір ыдысқа салып аламыз. Мен тарымды осылай ыдысқа салып, үстінен ыстық су құйдым. Ыстық суымыз көп болып кетпеу керек, яғни тарының бетінде ғана болу керек, аз болып кетпеу керек. Көп болып кетсе, ол тары езіліп кетеді, аз болып кетсе, астына жабысып қалады. Мен тарыны оттың астына қойып, 5 минутқа қойып қойдым. Біз тарымыз 5 минуттан кейін осылай суы сіңіп, азырақ отын пәсейтеміз, себебі бұл жақсы қайнап шықты. Астына үстіне аз-маз сүт құямыз. Көздің көмегімен азырақ сүт құямын. Сүт те көп болмау керек. Тек тарының жоғарғы бетінде тұру керек. Бетін 2 минутқа жауып қоямын. Мұны біздің сүтіміз аздап жайлап қайнап жатыр. Оның үстіне майымды салам және 3 қасық шекерімді салып, жақсылап қозғап аламын. Сіздер де осылай ораза мейрамында сіздер де жасасаңыздар болады. Өте дәмді шығады және де тез дайын болады. Жақындарыңызды дәмді жұмсақ майсөкпен қуантады деген сенімдемін. Мен бұл қасықпен қозғап, бұны 2 минутқа бетін жауып қоямын. 2 минуттан кейін қайталап бетін ашып, біздің майымыз еріп жатыр. Отымыз аз болу керек, қатты отта болмау керек. Майымыз әдемі болып еріп жатыр. Қайтадан бетін жауып, отымызды астындағы газымызды өшіріп, 10 минутқа қойып қоямын. Біздің тарымыз дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ, езілмеген тары шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Тарымызды енді бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Мен арнайы пелайға салып алдым. Бокалға салсақ та болады, арнайы пелайға салып, қасықтың көмегімен осылай бетін басып, арнайы тарелкамызге салып аламыз. Мен бұл майсөкті 2 тарелкаге салып алдым. Біреуін пелаймен салдым, екіншісін қасықтың көмегімен жайып алдым. Біздің мына майсөгіміз әдемі болып, дайын болып тұр. Оның жан-жағына жент қойсақ та болады, мандарин қойсақ та болады, өте әдемі көрінеді. Мен енді жент қоямын. Ертеңгі видеома жент саламын. Сіздер келесі видеомды көруге асығыңыздар. Өте тез дайын болатын жент. Мен осылай әдемі қылып жентпен сәндеп қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер де ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен болған ләззат.